Қайырлы күн, сәлем. Бұл видеоны мен өзіме естелік күнделік ретінде жазып жатырмын. Себебі қазір 25-ші жыл, мен Астанаға 21-ші жылы келдім. Толық нақтырақ айтсақ, 21-ші жылдың аяғында Астанаға қыста өте жұпыны киіммен, аз ақшамен, қалтамда бар жоғы квартираға 25 мың теңге төледім. Подселениемен тұратынмын. Қалтамда 5 мың теңге қалды. Яғни сол 5 мың теңгеден былайша айтқан кезде 3 жылдың ішінде жұмыс жасай отырып, мен біраз сума қор жинадым. Осындай үлкен зәулім, әдемі, мен үшін зәулім үй 40 квадрат метр, енді қанша үлкен емес, бірақ бұл үшін, мен үшін бұл үлкен зәулім үймен тең үй. Үйімді алдым, өзім қалағандағыдай, баққа қарап тұрады, паркке қарап тұрады, район тыныш, барлығы жабық, қауіпсіз, көршілерім де өте саналы, қызмет жасайтын, сондай мәдениетті адамдар. Сондықтан да Аллаға шүкір, альхамдулиллах деймін. Бұл менің осы 3 жыл бойы тынбай білім алуымның, өз-өзіме жұмыс жасауымның, білімімнің жетілдіруінің жемісі. Яғни мен 3 жыл бұрын қалаған өмірімді қазір сүріп атқанымды түсініп отырмын. Бұл маған жайдан жай келген жоқ. Мен бұндай өмір сүруді 10 жыл бұрын армандап бастағам, бірақ ешқандай әрекет болмайтын. Тек қана армандап, неге мен ондай болды, неге мен қалай жасадым, анау күнәлі, мынау күнәлі, бүйтпегенде, сөйтпегенде деп, ата-анамнан бастап бүкіл бауырларымды, жаңағы жолдасымды, қайын жұртымды, кім бар, жаңағыдай әріптестерімді, әйтеуір айналада қоршаған ортамда қандай адамдар бар, бәрі кінәлі. Тек қана мен ғана ешқандай кінәсі жоқ, ешқандай қателігі жоқ, бейкүнә жан секілді өз-өзімді құрбан болып көрсетіп жүрдім. Соны түсінген кезде және өз-өзімен жұмыс жасаған кезде міне 3 жылдың ішінде, аз уақыттың ішінде мен осындай нәтижеге көрдім. Енді бұл өмір маған үйреншікті болып қалды, қауіпсіз, жайлы, ақшаны табу және жұмыс жасап, саяхаттап өмір сүрген өте жақсы екенін сезінгеннен кейін, мен өзімді бұдан да көп ақша табуға, бұдан да жоғары жетістікке, мақсаттарыма жетуге, армандарымды жүзеге асыруға өзіме рұқсат бердім. Бірақ ол үшін маған әлі де негативті, психологиялық, ақша туралы ұстанымдарымды өзгертуім керек, өз-өзімен жұмыс жасауым керек, және миыма ақша, бұдан да қазір мен айлық табысым 500-600 мың болса, миллион табу, миллионнан да көп табу мен үшін қауіпсіз, ешқандай қорқыныш жоқ, өлімме қауіп жоқ екенін түсіндіруім керек. Себебі менде ақша тен өлімге, ақша тен ұрып соғу, жаңағыдай ақшаңды тартып алуға, ақша тен тәкаппар болып адамдардан оқшауланып қалуға деген секілді ұстанымдар отыр. Және ішіндегі ең бір тағы бір ауыр сезім, күй, бұл кінә сезімі. Кінә сезімі да мені алға қарай жұмыс жасауыма, өзіме мақсаттарымды жүзеге асыруға маған күш бермейді, энергия бермейді. Осы қателіктерді, осы нәрселерімді мен қазір өз-өзіме анықтап отырмын. Менде ақша тен өлімге деген установканы осы 3-4 күн бұрын өзімнен шешіп, блокты жібердім. Енді менде кінә сезімі отыр. Бұны да 100% болған болса, менде қазір бұл сәл әлсіреп 90-80% қалды. Соның аз 15-20%-ке әлсіреген өзінде мен біраз жеңілдік сездім. Энергия пайда болды, осылай видео сабақтар,
видео күнделік түсіруге менде күш пайда болды. Бұрындары да ойланатын, бірақ мен бұған күшім жетпейтін, бір әйтеуір түрлі сылтаулар айтып, видео көріп, сотқа қарап жата беретінмін. Одан кейінгі отырған менде тағы бір проблема бұл өзін төмен бағалау. Бұл өзін төмен бағалау тікелей кінә сезіммен байланыстырамын. Себебі өзін кінәлі сезінген адам, ол әрине мен лайық емеспін, мен жақсы емеспін, мен жаманмын деген ой тұрады. Келесі ол ақша туралы тағы да негативті ұстанымдарымды реттеу. Ақша деген оңай келеді, ақша деген қуанышпен келеді, шаршамайды, жеңіл келеді. Бір сәтте бір 5-10 мың теңге емес, бір сәтте 30-40-50 мың теңге ақша табуға болады деген секілді программалар, жаңа программалар енгізу. Одан кейінгі менде тағы бір отырған үлкен себептердің бірі бұл көпшілікке шығу, жетістікке жетуден қорқу. Міне осы мәселелермен мен жұмыс жасайтын боламын. Және бұл түйіндер шешілген кезде мен өзімді қалай көремін, қалай сезінетін боламын. Мен білмеймін, бұл қанша уақытта шешілетінін. Мүмкін 1 жыл керек, 2 жыл керек, мүмкін одан да аз уақыт керек шығар. Және осы түйіндерім шешілген кезде өзімнің алдыға қойған мақсатым мынау бизнес орталық ашып, бизнеспен өз-өзіме жұмыс жасай бастаймын, бизнес ашамын, көлік сатып аламын, шетелдерге тұрақты түрде қыдырып тұрамын, саяхатқа шығып тұрамын, өзімнің денсаулығыма көп мән беремін. Денсаулыққа көңіл бөлу деген бұл әрине бұл жерде де жаңағыдай үнемі анализдер тапсыру керек, дәрі-дәрмек алу, витамин алу керек, бұл да ақшаны талап етеді. Сондықтан да солай өзіме жақсы денсаулығыма қарап тұрамын, спортпен айналысамын деген секілді материалдық және финансовый дейді, қаржылық мақсаттарымды жүзеге асырған кезде өзімнің қандай күйде екенімді, қандай болғанымды артқа бұрылып қарағым келеді. Мен дәл қазіргі осы күнімді көріп отырып, арттағы Гүлназды көрейін десем, ешқандай видеода қалмаған, ешқандай естелік те қалмаған екен. Мен тек қана ол менің жадымда ғана қалып тұрды. Мен оны былай визуально көзбен көргім келеді, сезінгім келеді. Және сол кездегі Гүлназға қазіргі Гүлназ сол кездегі Гүлназға қарап, жарайсың, сен қиналдың, бірақ сен сынбадың деп, прям құшақтап жаным ашин, прям сені рахмет саған, осы сол кезде қиын сәтте сынбай, құламай, сүрінбей, аяғынан тік тұрып, басымды көтеріп жүргенің үшін деп рахмет айтқым келеді. Енді ойша айтуға болады, бірақ менің қалауым бойынша оны көргім келеді. Сондықтан да осы өкініш тағы да 1-2 жылдан кейін мен өзімнің орталығым, өзімнің үйім, өзімнің орталығым, бизнесім, көлігім болғанда, және де өзім қалағандағыдай умраға барып, үлкен қажылықты өтеп, Мальдивы аралдарына баруды өте қатты армандаймын, қалаймын, Балиге баруды армандаймын. Сол армандарым орындалған кезде өзіме тура осы видеоға қарай отырып, сөйлеген сөздерімді еске алып, рахмет айтқым келеді. Олай болса, сәттілік, саған қажымас қайрат тілеймін. Аллах тағала осы жолыңда жеңілдік берсін, күш қуат берсін. Көлігіңді ал, орталығыңды аш, оның бәрі мынау біздің өзімізге деген қаншалықты біз өзімізге рұқсат береміз, қаншалықты біздің ойымыз ол байлыққа, ол күйге, өмір сүру салтына дайын. Соған байланысты, сол үшін де мен үнемі осы видеоға қарай отырып өзіме күш алғым келеді, өзімді өзіме поддержка болғым келеді.
алдағы уақыттарда да оқып білген тақырыптарым бойынша тағы да менде не өзгерді, не байқадым, соларды қысқа түрде видеоға түсіріп отыратын болатын болам. Олай болса, сәттілік. Келесі видеода көріскенше.